Қиып алдық. 2 штук жеңнен бәріне 2-ден, тек мынадан бір данадан, қалғандарына 2 данадан қиып аламыз. Алдыңғы бойы аптачка, әдіп дейміз қазақша, бұдан біреуін қиып аламыз. Енді тігуге кірісеміз. Тікпес бұрын алдын ала алдыңғы бойы деп жазылып тұрады негізі орысша. Соны бір-бірімен біріктіріп аламыз. Инеменен түйреп алсақ болады. Осындай кішкентай иголкалар бар негізі арнайы. Егер бұндай инелеріңіз жоқ болса, көктеп алсаңыздар болады. Машинкаға салмай тұрып, бірінші көктеп алсаңыздар, или осылай инемен түйреп аламыз, лек аламыз. Негізі дұрыс шығады, сондықтан сызықтан жайлап ыңғайластырып тартып отырып түйресеңіздер өзінің несіне келеді, өлшеміне туры келеді. Осылай түйреп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін не істеп көрсеңіздер болады, киіп қарап көрсеңіздер, кең болып жатса, қайтадан сөйтіп кішкене қиып алып тіксеңдер болады. Негізі бұл екала дұрыс шығады, тексеріп көрдім. Сондықтан қорықпай тіге берсеңіздер болады. Осылай инемен түйреп аламыз алдыңғы жағын. Артқы бойында дәл осылай түйреп аламыз. Қолменен тартып, кішкене бүктелген жерін ыңғайластырып бүктеп аламыз. Инемен түйреп аламыз деген. Одан кейін артқы бойын да дәл солай түйреп аламыз инемен. Бірінші етек жағынан бастаймыз. Түйреген кезде, сол кезде сызықтары бір-біріне келеді. Қатты тартпаймыз. Жайлап өзінің бойыменен инелерді түйреп отырамыз. Ине неғұрлым жақын болса, сол ғұрлым әдемі дұрыс шығады сызығы. Екінші жағында дәл солай, етек жағынан бастап түйреп шығамыз. Матаны қатты тартпаймыз. Алдыңғы бойын. Қолмен жайлап түйреп отырамыз. Енді бәрін алдын 1 сантиметрден, 1,5 сантиметрден қалдырдық қой. Сол бойынша тігіп шығамыз. Енді мына жерін қимай кетіппін мен. Сол жерін қиып, артық. Енді сол қадап алған жерлерімізді басына закрепка беріп аламыз. Алды артына тікпес бұрын. Сөйтіп жайлап инелерді алып, 1 сантиметр, 1,5 сантиметр тігістің орнына қалдырған жерімізден бастап тігіп отырамыз. Жайлап қолымызбенен әр тіккен жерімізді тігіп отырамыз. Екінші жағында солай тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін соңында алдыға артыға бір жүріп закрепка беріп аламыз. Бастаған кезде де дәл солай закрепка беріп алып, алдыға артыға бір жүріп аламыз да, одан кейін дәлше тігіп кете береміз. Әр тіккен кезімізде инемізді алып отыруды ұмытпаймыз. Асықпай тігеміз. Соңында закрепка береміз. Тағы бір мәрте біткен кезінде алдыңғы жағымыз дайын. Енді артқы бойымызды тігіп аламыз.
әр тіккен сайын закрепке беріп отырсақ, тігісіміз сонда сөтінеп, сөтіліп кетпейді. Біткен кезінде де солай. Енді екінші жағында тігіп аламыз. Алдағы артаға бір жүріп аламыз. Асықпай тігеміз. Сол кезде тігісіміз әдемі шығады. Түзеу тігуге тырысамыз. Енді жаңа тігіп алған жерімізді оверлоктап аламыз. Оверлок болса, егер оверлок жоқ болса, осылай зигзаг тігісіменен тігіп алсаңыздар болады. Мен зигзаг тігісімен тігіп алдым. Матамыз желбіреп кетпеу үшін осылай зигзаг тігісімен тігіп алсаңыздар болады. Оверлок жоқ болса, бастапқыда осылай заказ алып бастаған кезде де зигзаг тігісімен тіксеңіздер болады. Кейін жайлап заказдарыңыз көбейіп, ақшаларыңыз қомақты болып жинап бастаған кезде оверлок алсаңыздар болады. Енді иығын тігіп аламыз, сол үшін инеменен түйреп аламыз. Кейбір жағдайларда осы иықтары бір-біріне тура келмей қалуы мүмкін. Сол кезде жайлап астына жіберіп отырып тіксеңіздер болады үстіңгі жағын. Енді зигзаг тігісімен тігіп аламыз. Мына жеңіміздің бүрме қоятын жеріне ине қадап аламыз. Екі жағына да, астыңғы үстіне жағына да бітетін жеріне ине қадап аламыз. Сөйтіп үлкен тігіспенен, төрттік тігіспенен бір тігіп шығамыз. Сол ине қадалған жерге дейін тігіп шығамыз. Бүрме салу үшін бізге бұл тігіс қажет. Ана қадап алған жерімізден бастаймыз. Біткен жеріне дейін әкелеміз. Енді жеңімізді осылай тігіп шығу үшін бір тігіспенен инелерді түйреп аламыз. Жең жағына 5-6 сантиметр қалдыра отырып тігіп шығамыз. Екінші жеңімізді де дәл солай ине қадап аламыз. Егер инелер жоқ болса, көктеп алсаңыздар болады. 5-6 сантиметр қалдырып тігіп аламыз бір тігіспенен. Түзеу тігуге тырысамыз, қыздар. Қолымызбенен тегістеп отырып, асықпай тігеміз. Енді мана тігіп алған жерлерімізді зигзаг тігісіменен бір тігіп аламыз. Екінші жеңімізді тігіп аламыз. Бір тігіспенен. Кішкене балам көмектесіп жатыр маған. Бұл да сіздерге мотивация болсын, қыздар. Қандай жағдай болса да, тігіс тігуді ешқашан тоқтатпаңыздар. Үйде отырып та осылай табыс табуға болады. Енді көйлеміздің тіккен жерлерімізді, жалғаған жерлерімізді жақсылап үтік басып аламыз. Осылай менің үтігім бұрынғы үтік болғандықтан, пар жоқ болғандықтан осындай жұқа орамалды қолдандым, ызғарлап осылай басып алдым. Сіздерде пар бар, үтік бар болса, осылай басып алсаңыздар болады.
50% тіккеніңе байланысты болса, 50% үтік басқаныңа байланысты негізі көйлегіміз. Осылай тігістің жиегіне басып аламыз. Осындай жастықшаны қалай тігілу жолын WhatsApp группадан жіберетін боламын. Артқы бойынікі осылай басып тұрып суытып аламыз, әрі басқан сайын. Матаменен үстін басып суытып аламыз. Одан кейін сырт жағынан басамыз. Сол кезде тігісіміз әдемі жататын болады. Екінші жағында дәл солай басып аламыз. Үстен басып суытып аламыз матаменен, орамалменен. Одан кейін жеңімізді үтік басып аламыз тігісіне. Екі жеңімізге де үтік басып аламыз тігісіне. Енді жеңді орналастырып тігіп шығамыз. Бірінші жағын осылай инемен қадап алдым. Екінші жағында мана алдындағы лекаламыздағы сызық белгілер бар, сол белгілерді бір-біріне ұштастырамыз. Бірінші қолтық жағынан бастап ине қадап аламыз. Жеңімізді оң аударып аламыз. Осылай қадап отқан кезде алдын кішкене қиып тастап кеттік қой белгімізді. Сол белгі, екі белгі бір-біріне туры келу керек лекаланы қойған кезде. Осылай инеменен жайлап көктеп аламыз. Түйреп аламыз. Алдыңға тігіп кеткен төрт неменен тігіп кеткен неміз бар ғой, тігісіміз. Бүрмеге тастап кеткен. Сол жерді жайлап тартамыз, екі шетіне қойып алып ортасына. Сол кезде бүрме түседі. Ол жерде де осылай қадап аламыз. Кішкене бүрме түседі. Бүрмені тартқан кезде осылай иықтың қосылған несімен бірге келеді. Бүрмені тартқан кезде енді осыларды бір тігіспенен тігіп шығамыз. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қалдырған болсаңыздар тігіске сол бойынша сол сызықтың бойыменен тігіп шығамыз. Бірінші қолдық астынан бастаймыз. Әр тіккен кезімізде инемізді алып отырамыз. Түйреген инелерімізді. Егер ине жоқ болса, сіздерде көктеп алсаңыздар болады. Қауіпсіздік шарасын сақтаймыз, сол үшін инені алып отырамыз. Егер инені алмай тіккен жағдайда машинканың инесін сындырып кетуі мүмкін. Сондықтан әрі жақындаған кезде инемізді жайлап алып отырамыз. Осылай айналдырып тігіп аламыз. Бүрмелерге келген кезде қолымызбенен үстінен басып отырып тігіп отырамыз. Сол кезде бүрмелеріміз әдемі жататын болады. Бұлай қисайып кетпеу керек.